Баршаңызға сәлем, сіздермен Гаухар. Бүгін сіздермен блин пісіретін боламыз. Алдымен ыдысымызға қант пен 3 жұмыртқаны салып, бәрін бірге араластырамыз. Жақсылап қанты езілгенше араластырамыз. Үстіне күнбағыс майын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Ұнымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алып саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай қою, қатты сұйық болмау қажет. Қызып тұрған табамызды бір-ақ рет майлаймыз. Осылай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің блиніміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.